Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün biz өткен сабақтар бойынша сөздерді қайталайтын боламыз. Бірінші қазақшасын жазамын, сіздер түркішесін табуға тырысыңыздар. Өтірік, өтірік. Yalan. Жиырма, жиырма. Ермі, ерме. Точкасы бар. Жүк. Груз деп айтамыз ғой. Бұл маған груз деп айтсаң да болады. Жүк. Яғни ол маған ауыр жүк. Жүк. Груз. Yük. Осындай сөздер кездескен болатын сөздің барысында, сабақтарда. Айна. Айна. Ayna. Ayna ayna болады. Фарш. Осы фарш деген сөз білмей қалғам. Фарш. Фарш. Кыйма. Кыйма деген сияқты. Кыйма. Мынау Характер. Жоқ, оны айтпай қойшы. Елік. Киік па или олень. Я. Олень, киік. Гейік деп атайды. Олень. Киік. Біз киік дейміз. Гейік. Гейік. Жақсы. Әртүрлі сөздер жаттаған жақсы. Көмектеседі. Жақсы дегеніміз. Ие. Бәрі біледі. Ие. Ием дегенде. Ауыл. 8. Ауыл. Köy. 9. Жүн. Есіме түскен сөздер, я? Жүн. Немесе қыл. Түй. Түй. Қалай деген сөз бар. Қалай. Қалай деген сөзді өткенбіз. Насыл. Ой. Қате кетті. Насыл. Газет. Газете. Сосын қандай сөздер болды? Әпке деген сөздер болды. Жазбақ 12. Әпке. Абла. 13. Аға деген қалай? Аби. Аби. Немесе олар аби деп жаза салады. 14. Отбасы, жанұя. Отбасы. Қазір мен жақсы көретін сериал болып отыр. Отбасы, жанұя. Aile. Aile. 15. Көлік. Машина. Көлік. Машина. Араба. Араба деген барлығыңыз білетін шығарсыз. 16. Дос. Досым. Дос. Ой, дос. Arkadaş. Arkadaş.
Кардеш пен arkadaş дегенді шатастыратын едім жиі. Кардеш деген бауыр деген. Туған бауыр, енді туған болмаса да жан кардешім деп айтады. Кардеш жалпы бауырым деген сияқты. Мұсылманға да кардешім. Олар көбінесе кардеш деп сөйлеседі. Кардеш. Жақын сезіндіреді кәдімгідей. Сол кардеш деген сөздің өзі. Линейка деген көп өттіге. Линейка. Сызғыш ба? Сызғыш. Жетвел. Жетвел. Сумка дегенді өттік. Çanta. Çanta. Сосын келесі. Жазбай қалды. Так. 18. Дәптер деген өттіге. Ой. Дәптер. Дәфтер. 19. Шкаф деген бар еді еще. Шкаф. Бізде де шкаф па өзі? Шкаф. Долап. 20. Сабақ. Сабақ. Дәріс. Дәрс. Сабағым бар болса қалай болатын еді? Бар деген сөзді айта салайық. Бар деген сөз болды ма екен? Var. Бар деген сөз, иә? Сабағым бар болса дәрсім var. Дәрсім var. Так, үй деген сөз бар еді. Ev, иә? Адам деген. İnsan. İnsan. Қалам дегенді бәріңіз білесіз, қалам. Ручка. Kalem. Ручка. Так, есік. Kapı. Мысық. Kedi. Сөздер жаттау өте маңызды. Ол сөйлем құраған кезде де керек болады. Кітапты кітап білесіз, кітап. Ит. Күшік. Köpek. Қазақша жазыппын ғой, köpek. Стол дегенді білеміз. Стол маса еді. Бала. Оғыл жазылуы қиын сияқты көрінгенмен, жұмшақ келгенмен негізі оңай. Оғыл. Қандай бар тағы да? Оқушы. Оқушы. Студент немесе. Ол қалай болады? Öğrenci. 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 Оқытушы қалай болады? Мұғалім. Оқытушы. Немесе мұғалім. Ол öğretmen. Öğretmen. Терезе. Pencere. Мына түркшесі. Так. Көше дегенді өткенбіз. Көше. Sokak. Sokak. Өлеңдерде де кездеседі. Сразу соны түсінген кезде, өлең тыңдаған кезде де сөздерді былай ұстап алуға тырысу керек. Ол да керек болады. Қала. Қала. Şehir. Şehir. Бұрыш деген қалай? Бұрыш. Köşe. Köşe емес та. Так.
Так, кандай өттүк? Биз өткөндөрдөн сөз жаттоого берген нерселер осы еді. Тағы да бір фразаларды айтып кетейік. Фразаларда өткенбіз. Сәлеметсіз бе дегенді қалай айтады? Сәлеметсіз бе? Ой, сәлеметсіз бе? Оны қалай айтады? Мәрхаба. Мәрхаба. Қалайсың дегенді қалай айтады? Қалайсың? Насылсың? Қалайсың? Насылсың? Рахмет дегенді қалай айтады? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Жақсымын дегенді қалай айтады? İyiyim. Ya? İyi. Tағы да iyiyim. İyiyim. Сен қалайсың дегенді бұның бәрін алдыда өтетін боламыз. Сен насылсың? Сен қалайсың? Так, сосын сәлемдесуді үйреткен едік. Сәлемдескенде таңертең жалпы қайырлы таң. Қайырлы таң. Не еді? Günaydın. Günaydın. Қайырлы күн. Қайырлы күн. İyi günler. İyi günler. Bunu biz қоштасқанда айтатын деген едік, iyi günler. Бірақ қайырлы күн дегенде де қолданады. Қайырлы күн. Günaydın. İyi günler. Nasılsınız? Bir sorun var. Sorabilir miyim? Деген кезде de iyi günler. Қайырлы кеш болса, қайырлы кеш. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Қайырлы кеш. Қайырлы түн болсашы. Қайырлы түн болса. Қайырлы түн болса не дейді? İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Сондай. Рахмет деген жаздық, ya. Teşekkür ederim. Сау болыңыз дегенді не дейді? Сау болыңыз. Hoşça kalın. Bir жеріне жазылайын. Hoşça kalın. Сау болыңыз. Ой. Сау болыңыз. Немесе güle-güle. Bye-bye. Солай. Келесі сабақтарда нені өткен едік қандай? Ағаш дегендер сөздеріміз бар еді. Қайталау болсын. Перо. Ағаш. Қандай еді? Ağaç. Ağaç. Теңіз. Deniz. Сосын қандай бар еді? Дәрігер. Doktor. Әлем. Әлем. Dünya.
Dünyayı yakarım senin için. Әлемді жандырам дей ма? Көз дегенді білеміз. Göz. Құс дегенді білеміз. Kuş. Хат дегенді білеміз. Mektup. Бастық дегенді білеміз. Müdür. Бұл жай ғана кітаптағы сөздер әзірше. Біз қосымша оқу жаттығуға да сөйлемдер оқимыз, тексттер оқимыз. Оның сөздерін де басқа бір күні қайталайтын боламыз. Олардың арасынан да сол сөздерді, керек сөздерді қайталайтын боламыз. Бөлме деген не дейді? Бөлме. Ода. Автобус деген не дейді? Otobüs. Сүлгі деген не дейді? Алдында не білмей қалған едік. Сілге. Сілге. Сөз деген білеміз. Сөздік дегенді де білеміз. Қазақша өте ұқсайды. Сөзлік. Сөзлік. Тақта деген білеміз ба? Тақта. Тақта. Телевизор деген білеміз. Телевизион. Жұлдызды да білеміз. Йылдыз. Йогурт. Йогурт. Йогурт деген ол айран еді. Айран да бар. Негізінде айран, бірақ оларда сұйық. Соны айран дейді, бірақ қою айранды да йогурт дейді екен. Сосын бұл дегенде не дейтін едік? Біз өткен. Бұл. Бұл. Парта дегенде. Бұл. Бұл. Маса дейтін едік. Сол деген анау. Сол. Сол, анау деген не дейтін еді? Шу. Кім не деген не дейтін еді? Ким, я? Ким. Не дегенді? Не. Анау деп алыста жатқан затты қалай көрсететін едік? Өте алыста. О жерде деп айтатын едік қой. Бізде қазақшада да бар ғой сондай сөз. О деген сөз еді. Анау жерде деп жазып қойайын да. Алыста, яғни. Көбісі осы сөздермен сөйлем құрастырып жүрген едіге. Осымен қайталауды аяқтаймыз. Осылайша өзімнің сөздіктерімді қайталап еске түсіріп отырамын. Өте керекті әдістің түрі. Кез келген тіл үйренуде осылай бірінші өз тілімде, сосын сол үйреніп жатқан тілде жазу арқылы сөздерді жаттаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.